Абу Талиб не үшін мүшрик болып өліп кетті? Абдул-Мутталибтің жолын тастасам ұят болады деді. Елдер не дейді деді. Аталардың жолы ғой деді. Соменен мәңгі азаптың өзіне таңдап алды. Ол Расулуллахтың саллаллаху алейхи ва салламның ақты екенін білетін. Бірақ оның аталарға еруі деген сөзі, елдер не деп айтады деген сөзбенен адамдардың, яғни Раббісі болған Аллахқа қарсы болды. Сосын Құрайш одан разы болды ма? Ешқандай разылық болған жоқ ода. Аллахты разы қыламын деген адам, Аллах одан разы болады да, адамдарды разы қылып қояды. Бұл дүниеде болмаса ақиретте. Адамдарды риза қыламын деген адам Алланы да ашуландырады да. Содан кейін Аллах адамдарды одан ашуландырып қояды. Адамдардың ризалығын іздейсің шариғатқа сай болған нәрседе. Оларды шариғатқа сай құрметтейсің, ақысын бересің, оларға зұлымдық жасамайсың, осылай. Амма шариғатқа қарсы болған орында оларды риза қылу деген нәрсеге адам мән бермейді. Бәлкім адамдардың ризалығына жету, бүткіл адамдардың бәрін разы қылу, бұл болуы мүмкін емес нәрсе. Тіпті Мұхаммед алейхиссалату вассаламның да өзінің уақытында да қанша адамдар риза болған жоқ, мұнафиқтар мысалы. Түсінікті ме жоқ па? Риза болған жоқ, бірақ риза емес екендерін көрсеткен жоқ бәрін. Сол уақытта еврейлер болды, разы болған жоқ, христиандар болды, разы болған жоқ бәр жағынан. Солай ма? Тіпті Наби саллаллаху алейхи ва салламды өлтірмекші болды. Меккеде қанша жағдайлар болды. Олардың барлығы дәлел қылады, сен адамдарды риза қыламын деп дініңді тастап жүрме. Сен дініңді тастаған менен ойлама, олар сенен риза болып қалады деп. Адамдар болмайтын нәрсеге риза болып, болмаған нәрсеге ашуланып кетуді мүмкін. Бір пиала шай менен ашуланып кететін адамдар бар. Маған біздің өзбектерде шайды көбірек құйып қойды деп ашуланады. Өзбектерде мынандай кішкентай пиалайға азғантай шай құйып беру керек. Десең кетіп қалатын шай. Және қайттан жіберуің керек. Сәл көбірек құйып қойсам, болды. Ашуланып қалады ана кісі. Мені құрметтемеді деп. Сөйтіп жүресің де сосын. Түсінікті ме? Мейлі құрметтеп қоя бер осылай. Шариғатқа қарсы емес бұл нәрсе. Бірақ адамдарды риза қылу немесе ашуландыру әшейін жеңіл нәрсе. Олар болмаған нәрсемен ашуланып қалуы мүмкін. Болмаған нәрсеге разы болып та кетуі мүмкін. Аллах ашуланатын нәрседен риза болып, Аллах риза болатын нәрседен ашуланып қалуы мүмкін. Ал, сен не істейсің? Кімнің ризалығы саған қымбат? Кімнің ризалығы саған арзан? Соған қарап жол тұт. Сен мұсылмансың. Сенің негізің исламның негізімен жүреді. Исламдағы нәрсе жақсы болса, демек сол нәрседен Аллах разы болады. Исламға қарсы болған нәрсе жаман болса, демек Аллах содан не ашуланады, одан разы болмайды. Мұсылманның негізі осылай. Аллаху алам, субханакаллахумма хамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.